Ассалаумағалейкум құрметті достар, кезекті тапсырыс Қытай елінен. Бұл жолы келген тапсырыс Гербет сайтынан келді. Шамамен 20 күннің шамасында. Бұның ішінде мінекей мынандай екі тал құрал, бұл екеуі жаңағыдай автокөлігімізде пайда болған кішкентай мелкий царапиналарды кетіруге арналған осындай қалам маркер десе болады. Жұмыс істеу принципін мен білмейді екенмін. Негізі мінекей мына жерде суреті көрсетілген. Шамасы мына жаққа келетін болса керек. Мынаның ішінде лак па бір нәрсе болу керек. Түсінікті. Мінекей мынау басылған кезде мінекей ішінен бір жидкость шығып жатыр. Сонда біз мінекей мына басындағы мына материалды мына жерге салып басқан кезде жаңағы түтікше басылып ішіндегі жидкость сіңеді. Сол жидкость жаңағы машинаның кузовында пайда болған царапинаға сіңіп, сол жердегі царапинаны көрсетпес үшін сондай бір лак пайда болатын болу керек. Сол царапинаның ішінде солай жаңағы царапинамыз аз көрінетін болады. Екінші де дәл осындай. Бұл екеуі де 99 центке тапсырыс берілген. $1 акция бойынша. Қазір қанша тұратын білмейді екен. Мінекей достар, қазір мына мысал ретінде мінекей мынандай есікке түскен царапинаны кетіріп көретін боламыз. Бір қолыммен видеоға түсіріп тұрғандықтан дұрыс істей алмай жатырмын. Мінекей царапинамыз жоғалып кетті. Бұны кішкене сүртіп тастау керек. Өстіп жаққаннан кейін бұл маркердің көмегімен осындай кішкентай ғана мысалы ағашпен сондай басқа бір жұмсақ заттармен сырылған царапиналарды кетіруге болады. Оғандай темірмен немесе қатты затпен бір сызылып кеткен, краскасына дейін сызылып кеткен царапиналар болса, бұл маркер әрине кетіре алмайды. Мінекей мына тереңірек бір царапина бар, осыны кетіруге тырысып көрейік. Мінекей бұл царапинаны қанша кетірмек болсақ та кетпейді. Ал жанында, бер жағында мінекей жанында ағашпен бір нәрсемен сызылып қалған царапинамыз оңай кетіп жатыр. Ал мына тереңірек царапинамыз мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, кетпейді. Өйткені бұл жаңағыдай терең сызылып, ішіне жаңағыдай кірлер түсіп қалған қап-қара болып, сондықтан ол кетпейді. Мінекей достар, назарға көргендеріңіз үшін рахмет. Арнаға жазылып лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Вконтактедегі тобымызға қосылып, сұрақтарыңыз болса сол жерде қойсаңыздар болады.